Баршаңызға сәлем. Бүгін Аватар фильмі жайлы әңгімеден жіберетін боламыз. Егер осы видео бір жылда 10 000 лайк жинаса, онда келесі жыл жалғасын тезірек шығаратын болам. Және видеоның соңында ақылды көрермендерге арналған сұрақ бар. Соған кім қалай жауап берер екен, сол қызық. Ал олай болса ыңғайлы орын дайындап, бос уақыттарыңа жайғаса беріңдер, өйткені Казвойс сайрайды. Аулада 22-ші ғасырдың ортасы. Адамзаттың көбейіп кеткені соншалық, жер бетінде ине шаншитындай аудан қалмайды. Оның үстінен бүкіл табиғи қорлар таусылып, экономиканың құлдырағаны соншалық, мүгедектерге берілетін жәрдемақының өзі бір стақан кофемен теңесетін жағдайға жетіп, халық саусақ соратын деңгейде болып қалған екен. Фильм бізді бұрын теңіз жаяу әскері болған Джейк Салли есімді мүгедекпен таныстырады. Ол әрбір көрген түсінде аспанда қалықтап ұшып жүреді екен. Бірақ соңында бәрібір ояну керек болып, өңінде ешқандай өмірдің мәнін таппай, екі аяқтың қадірін түсініп жүрумен болады. Ал оқымыстылар жерге ең жақын жұлдызды жүйе, яғни Альфа Центаврадан біздің Юпитерге ұқсас Полифем дейтін газды гигантты зерттеп табады, және оның серігі Пандораға көз тігеді. Пандора флора мен фаунаға өте бай, тіршілігі қайнап тұрған жайлы планета деп айтсақ болады. Ал адамдар ол жақтан өте сирек кездесетін, әрі жерде мұнайдың орнын алмастыра алатын анаптаниум минералын тауып алады. Онымен қоса Пандорада ең ақылды әрі тіршілік иелерінің бірі Нави дейтін бойы 3-4 метрге жететін адам тектес гуманоидтар мекен етеді. Фильмде біз көбінесе солардың ішіндегі Аматикай тайпасын көбірек тамашалайтын боламыз. Олар Эйва дейтін ағаш тектес қасиетті өсімдіктер тобын пір тұтып, соған сенетін деседі. Аматикай халқы негізінен табиғатпен етене байланыс құрып, гармонияда болғандықтан, аспан халқы, яғни адамдардың түрткісінен оларды аулақ етіп қоршаған ортасын қорғап жүруді көздейді. Эйва ағашына келетін болсақ, Аматикай тайпасы онымен өмірден озған туған-туысқан ата-бабалармен байланыс құрып сөйлесетін болған. Ал ғылыми тілде түсіндіретін болсақ, Эйва планетадағы әрбір тірі жанның миында сақталатын естеліктер жиынтығынан тұратын жады. Жалпақ тілмен айтқанда, Эйва пандоралық мәліметтерді сақтай алатын флешка десе де болады. Ал жерге оралатын болсақ, Джейк жергілікті барда ішімдік ішіп көңіл көтеріп отырады. Енді білесіңдер, ішіп алған адамдардың арасында міндетті түрде бір жынды кездеседі. Сол жынды қызға қол көтеріп, қатынмен күш салыстырып тұрады. Оны қорғаймын деген оймен Джейк бұзақыны тоқтатады. Бірақ тым қызуғандылықпен кірісіп кеткен Джейкті бар қызметкерлері тоқтатып, көшеге лақтырып шығарады. Сол кезде қасына бейтаныс екі кісі келіп, ағасы туралы әңгіменің басын бастайды. Сөйтсе, оның егізін бір тиын санақ балған сүмелектер ақша үшін пышақтап кеткен екен. Біле білсек, оның егізі Томми оқымысты әрі Аватар бағдарламасының операторы болған. RDA корпорациясының басшылары оны жоқтатпай, орнына Джейк Саллиді алғаны да содан. Есесіне Джейк тірлігін бітірген соң, RDA корпорациясы оның мүгедектігін емдеуге қаржылай көмектесіп, жасанды аяқтарын салып беретінімен уәде етеді. Джейк өз келісіміне жомарттық танытып, ғарышта 6 жыл бойы қара тұңғиықта самғайтын жолға аттанады. Көзді ашып жұмғанша сол 6 жыл өте шығады. Жер жыл санауымен айтатын болсақ, қазір 2154 жыл. Джейк криокапсуладан оянып жөнге келе бастайды. Ал сыртта Пандораның көрінісі сығалап тұрады. Бұл жерде атмосфераның улы болған соншалық, адам онымен демалса, 20 секундта есінен танады, ал 4 минутта бір жолата өледі екен. Сол жайында командир ұйып отырған жалдаушы әскерлерге хабарлайды да, шаттлды базаға келіп қондырады. Жол жөнекей бізге адамдар ғаламшарда осындай алып шахта қазып үлгергенін көрсетіп өтеді. Джейк Салли оттегі маскасын тағып, айналасымен таныса бастайды. Артынша қауіпсіздік техникасы бойынша Пандораның нұсқаулығымен таныстырып жатқан полковник Уоричтің әңгімесіне құлақ түреді. Оның айтуы бойынша, анау тұрған қоршаудың ар жағында тіршіліктің қайнап, небір ұшатын, жорғалайтын, жүзетін жыртқыштардың бар екенін ескертіп, Пандораны тозаққа теңейді. Сонымен қатар аборигендердің қаруымен таныстырып, олардың садағынан атылған оқ лақтырылған найзамен тең әрі уға батырылғаны жайлы тағы ескертеді. Джейк зертханаға келгенде Норм Селман дейтін оператормен таныс болады. Bir кезде Джейк бір жерге тесіліп қарап қалады. Сөйтсе ол Аватар деп аталатын, кейін өздері басқаратын денеге таңғалып отыратындай жөні бар. Аватар дегеніміз адам және Нави аборигендерінің ДНК-ларын будандастыру арқылы жасап шығарған гибрид. Джейк өзінің аватарымен танысып, оған біраз көз тігеді. Біле білсек, бұл аватар сонау баста Томмидің ДНК-сынан түзілген еді. Ал Джейк оның егізі болғандықтан, бұл аватарға Джейктің нейрондары да жарай береді. Джейк әрбір зерттеген мәліметтерін алдағы уақытта бейне күнделікке енгізіп отыратын болады. Біраздан кейін Селман Джейкті өсімдік танушы және ғалымдардың қараушысы доктор Грейспен таныстырады. Ол өзінше бұған ғалым ретінде қарамай, Джейкті көз алдынан тек жұдырық жұмсап автоматын пақылдататын топас сарбаздай көріп жақтырмай қояды да. Диспетчер орталығына аяқ тартып, жоба жетекшісі Паркер Селфриджге өзінің келіспеушілігін айтып шағымданады. Паркер аборигендер жай сөзге түсінбейді, оларға сәл қамшы керек дегенге келтіріп, қатарда Джейк сияқты қауіпсіздікке жауап беретін мүшенің де болуға қажет екенін ескертіп, қолынан микроскоп түспей
түспейтін 100 ғалымың болғанша, арқасынан автомат түспейтін бір ғана жауынгер досың болсын деген Казбойстың ойдан шығарып алған мақалын дыбыстағандай Грейске мән-жайды айтып түсіндіреді. Біраздан кейін Джейк пен Норм аватарларына сүңгіп денелерінен оянады. Джейк ұзақ уақыттан бері аяқтан айырылған мүгедек болғандықтан, оған сезімтал екі аяқтың оралғанына риза болып, денеге рефлексін енгізіп, ақ шіркін сыртқа шығып Пандораға үлкен қадамдармен тай басады. Грейс те өз аватарына еніп, Джейктің қағылездік моторикасын тексеру мақсатында қолына алма лақтырады. Содан аватарлар денесімен тамсанып болған соң, кешке қарай өздерінің масаханаларына кіріп жата қалады. Джейк қайтадан өз денесінен оянып, оған аватардың денесінде жүру бір түс көргендей болып, қайтадан мұңайған жүзі оралып, өзін мүмкіндігі шектеулі жан екенін мойындауға тура келеді. Кейіннен Джейк күш шеберлер ортасына еніп, ұшқыш Труди Чакенмен танысып, артынша пауэрлифтингке жатып алған полковник Куаричтің әңгімесінен ауыз тиеді. Куарич аватар туралы стратегиялық жоспарларын айта бастайды. Оның айтуы бойынша, аватар бағдарламасы Нави халқына сенімге кіріп, олардың мәдениеті мен қыр-сырларын барлау мақсатында құрылған екен. Былай айтқанда, аватарға енетін операторлар тобы орман халқын зерттеп, анаптаниумды қазып алу үшін арадан дау-дамай шығармай оларды бейбіт шешімге келтіру. Егер олар қарсыласып ұрбиса, онда мына жақта мен дайын тұрмын деп Куарич экзағанқасын саптап қатарға қосады. Артынша Джейктің миссиясы біткен соң аяғына роботталған протездер тағылып, қалыпқа келетінімен қуантады. Бұл байқұс не дейді енді басқа? Бірер уақыттардан соң оқымыстылар тобы аватарларына еніп, орманның флора-фаунасын зерттеуге аттанады. Айнала адам айтқысыз тіршілікке өте бай екенін көріп отырмыз. Арасында Навиға ұқсайтын жергілікті маймыл тектес приматтарды байқаймыз. Кейіпкерлер бірнеше қадамнан соң бұрын адамдар оқытқан Аматикай тайпасының мектебіне тап болады. Бұл жерден Джейк қабырғадан оқ тесіктерін байқап, не болған Грейстен сұрайды. Грейс жауап беруден бас тартып, топты асықтырып сарайдан шығып кетеді. Әрі қарай Грейс пен Норм бір өсімдіктің тамырын сканерлеп отырғанда, Джейк кішкентай бала ұқсап орманға қарай тереңірек қаңғырып, көбелек қуып ойнап кетеді. Алдынан неше түрлі көз зейінін баурап алатын гүлдерді көреді. Оның біреуін түрткенде барлық гүл жиырылып қалып, ар жағынан балға басты шөп қоректі жануарға көрініс ашып береді. Ол өз территориясын қорғап Джейкке тап береді. Ал Джейк одан кері шегінуге жол бермей, оған қарсы шабуылға шығып жүгіре бастайды. Сөйтіп тұрғанда балға бас қашып кетеді. Джейк өзін керемет санап бір соғымды қуып жібергендей мәз болып тұрғанда, арттан орманның жыртқыш атаманы шығып, Джейкке қарап айбат шегеді. Джейк қашқынға салып, қабыланның аузы сыймайтындай ағаштардың арасына тығылып аман қалады. Бірақ қабылан соның өзінде оны ығыстырып шығарады да, рюкзагынан тістеп әрмен қарай лақтырып жібереді. Ақырында Джейк сарқыраманы бойлай секіріп, жыртқышқа әбет болудан аман қалады. Топтан ажыраған Джейк енді өз күнін өзі көріп орман ішінде тіршілік үшін күрес миссиясын орындауға көшеді. Оның жалғыз жүрісі Аматикай тайпасынан шыққан қызға ұнамай, Джейкті қыр соңынан аңдып, жебесін соған кезеп қойып нысанада көздеумен болады. Бір кезде қыз оны атуға оқталады. Бірақ оқтың жебесіне ангел қонып, қызға бұл жақсы жігіт деген аян бергендей, оның тағдырын осы жерде шешіп тастайды. Труди ұшағын көкке көтеріп, Джейкті орманның үстінен іздеуге көшеді. Бірақ кеш батып кеткендіктен іздеу жұмыстары ертеңге қалатын болды. Ал орман жақта Джейк от жағып, жабылмаша ойнайтын жергілікті шибөрілерден қорғанып жүреді. Олардың бірі Джейкті жиын деп жатқанда, соңғы сәтте аман қалу заңдылығын Аматикай тайпасының қызы жетектеп алып келеді. Бұл қыз бәрін жан-жаққа шашып, өз жолымен жүре береді. Аман қалғанына риза болған Джейк онымен жақыннан танысқысы келеді. Басында майысқан қыз Джейкті пәріп жібереді. Сонда да Джейк оның артынан қалмай, джунглида аман қалуды үйренгісі келеді. Бір кезде әлгі ангел деп отқан пішіндер Джейктің үстіне қона бастайды. Аматикай тайпасы бұларды өлгендердің әруағы деп санайды екен. Ғылыми тілмен айтқанда, бұлар Эйва дейтін қасиетті ағаштардың тозаңдары болып шығады. Кейіннен қыз оған жол көрсетіп келе жатқанда, Аматикай тайпасы Джейкке оқ кезеп, оны жан-жақтан қоршап алады. Қыз шығып келіп, "Мауэ" деп барлығын тынышталдырады. Кейіннен тұтқындағы Джейкті тайпаның ортасына апарып сұрақ қалады. Басында бұны өлтірмек болып шешім қабылдайды. Бір кезде әруақтар басшысы әрі қыздың шешесі келіп, оның кеудесін тесіп тұрып қан талдауын анықтайды. Джейк сенімге кіріп, бұлардан көп нәрсе үйренгісі келетінін айтады. Бүйтіп Джейк халықпен бірігіп отырғанда қыздың есімін сұрап алады. Ол былай аталады. Қысқасы Нейтили. Извинянка, Нейтири. Дұрыс айттым ғой ме? Сол Нейтиримен танысып, екеуі талдардың үстіне орналасқан гамактарына секіріп жата қалады. Біраздан кейін база Джейкті оятып алады. Ол дарақпай ақ көңілдікке салынып, көрген білгеннің барлығын айналасына жайып салады. Сонда Паркер Селфридж Аматикай тайпасы мекендейтін ағаштың астында 200 километр төңіректі қамтитын анаптаниумның үлкен қоры бар екенін түсіндіреді. Джейк жымиып қойып, Аматикай тайпасының оңайлықпен сол жерді бермейтінін айтады. Куарич, онда мен көмектесемін деп қамшысын дайындап, сабайтын көтені іздеп шыға келеді. Селфридж сабырға шақырып, олар үшін істеп берген
берген жақсылықтарын, салып берген жолдарын міндет қылып, жердегі қаржы есебін уайымдап Джейкке оларды бір нәрсе қылып көндірсеші дегенге келтіреді. Ал Корич сөзді қысқартып, саған 3 ай беремін. Егер 3 айда көндіре алмасаң, онда мен соғысты өзім-ақ бастаймын деп әңгіменің нүктесін қояды. Осы кезде өзіне қатты сенген Джейк, бопты деп өз жауабын бекітеді. Әрі қарай Грейс Аматикайдағы негізгі мүшелердің аттарын таныстырады. Мысалы, мынау Эйтукан дейтін тайпа басшысы, ал мынау Цутей, Аматикай жауынгері. Джейк бәрін түсінгендей болып аватарына сүңгуге асығады. Мына жақта Джейк алғашқы сабағын 6 аяқты атқа отырудан бастап алады. Бұл әлемде барлық тірі жандар екеуі ара сым жалғасып, бір-бірінің ойларын оқып түсініспеншілікке келеді екен. Басында Джейк аттан құлап күлкіге қалады. Оның олақтығына ашуланған Цутей Джейкті тайпадан қуғысы келеді. Джейк базаға келгенде ағаштың беріктілігі жайлы ақпараттар береді. Корич ағаштың әрбір тесігін зерттеп біліп алуын сұрайды. Осы кезде Макс Паттель есімді доктор бұлардың әңгімесін естіп Грейске жеткізіп барады. Грейс өз бөлімшесінің қауіпсіздігін ойлап, Аллилуйя таулары пейзажында орналасқан аймақта тағы бір модульдің бар екенін айтып, сол жаққа бет алады. Аллилуйяға келетін болсақ, бұл белгісіз бір физикалық құбылыстың арқасында ауада қалғып тұратын таулар жүйесі. Құрметті физиктер, көріп отырсаңдар айтыңдаршы, бұл қандай күштің әсерінен осылай ауада ілініп тұруы мүмкін? Әйтпесе дым түсінбей жатырмыз біз. Оның үстінен бұл аймақта электромагниттік өрістің мықтылығы жер техникасының жұмыс жасауына біраз кедергілер келтіреді. Демек, арасында Коричтің әскери тобы бұларды өлсе де таппайды деп те ойлап қаламыз. Сәлден соң барлығы төсектеріне жайғасып, орман өміріне ене бастайды. Нейтири Джейкті ағаштың үстінде мекен ететін Икрам деп аталатын пырақпен таныстырып, оның қыр-сырын айтып ұшуды үйретуге көшеді. Артынша тіл үйреніп әбден қиналады. Арасында Джейк өткерген істің барлығын күнделікке айтып отыруда қатар жүреді. Келесі сабақта Нейтири үлкен жапырақтарға қону арқылы биіктен төмен құлауды үйретеді. Әдеттегідей алғашқы сынақ міндетті түрде сәтсіз әрі күлкілі іс-әрекеттермен жүзеге асады. Сол уақытта Грейс мұғалім ретінде оралып, жас аматикайлықтарды үйретіп жүреді. Джейк күндіз аватарда, ал түнде адамдарға есеп беріп шаршағандықтан ұйқы дейтін нәрсенің бар екенін ұмытып кетеді. Кезекті миссиясында Джейк аңшылық өнерін дамытады. Нейтири Навиға энергияның уақытша берілетіні, ал өлгенде ол қайта өзіне қайтаратыны жайлы философиясын айтып түсіндіреді. Содан Джейк әлгі жауапсыз қалған мектептегі оқ-тесіктер жайлы сұрағын Грейске қайтадан қоя бастайды. Бұрын Грейс сол мектепте сабақ беріп жүргенде, Нейтиридің сіңілісі де сол мектепте оқыған екен. Бір күні ол ағаштарды отап жатқан бульдозерді байқайды да, қасына бір қатар балаларды ілестіріп, техниканы өртеп, Грейс құтқарып қалады деген үмітпен мектепке қашып келеді. Түбінде әскер қуып келіп, оларды Нейтиридің көзінше атып тастаған екен. Мынау тесіктер сол кезден қалған мұңлы естелік болып шығады. Содан бастап Грейс сол оқушыларды көрмегенін айтады, және Грейстің 10 жылдық тәжірибесі болғандықтан оқушылар оны Сандук, яғни ана деп те атаған екен. Ал мына жаққа оралсақ, Джейктің келесі тапсырмасы Икрамды қолға үйретіп әуеде самғап үйрену. Оны қалай орындайды екен деп отырғанымызда, Джейк бір нәрсе қылып, оны ауыздықтап жатып, жардан құлап барып әйтеуір ұшуды үйреніп алады. Үйренбек түгіл ол Нейтиримен жарысатыны бар емес пе? Базаға келгенде Авитрайра Мунан дейтін қасиетті ағаш туралы мәліметтер біле бастайды. Аматикай тайпасы бұл жерге бөтендерді кіргізбейді делінеді. Ал Джейк басқаларға қарағанда Аматикайдың сеніміне молынан енгендіктен оған енді ішін зерттеуге мүмкіндік бар. Орман өміріне келетін болсақ, Джейк Икраммен ұшып жүргенде жоғарыдан Торук атты сұмдық әдемі құс шабуыл жасайды. Кейіпкерлер әдеттегідей тар жерге тығылу арқылы аман қалады. Нейтири оның өте ғанибет әрі соңғы тұяқ екенін айтып түсіндіреді. Әңгіме бойынша қыздың арғы атасы Торукты бағындыра алатын болғандықтан, Турук Макто атты аңыз халықта кеңінен тараған делінеді. Былай айтқанда, қарапайым айғырлардың ішінен оны бір ғана ақыл-теке мінген шабандозбен теңеуге болады. Онымен қоса Турук Макто Пандорадағы бүкіл тайпалардың басын біріктірген жайлы тағы бір ауыз сөз айтылып өтеді. Сөйтіп жүргенде, Джейкке берілген Аматикайды басқа жаққа көшіру туралы мерзім аяқталып, 3 ай дем арасында өте шығады. Ол жайында полковник Корич пен Джейктің арасында әңгіме жүреді. Джейк соңғы рәсім, яғни салтанатты түрде кланға қабылдау дәстүрі жайлы айтып түсіндіреді. Сонда ғана Джейк оларды көндіре алатынымен уәде етеді. Айтылғандай, ертесіне Джейк Аматикайдың бір мүшесіне айналу церемониясы іске асып жатады. Кешке қарай Нейтири Джейкті қасиетті ағаш төріне апарып, оның қыр-сырын айтып, соңында екеуі мәхаббат болады. Таңертең Нейтири бульдозерлердің даусынан атып тұрады. Сол уақытта Джейктің адам денесі таңғы асын ішіп, мына жақтағысы ұйықтап қызықтың басын өткізіп алады. Асын ішіп алған соң Джейк аватарынан оянып, бульдозердің ағаштарды құлатып келе жатқан көрінісіне шок болып, техниканы тоқтатуға көшеді. Камералардың бірін сындырып жатқан кезде Джейк өзінің бет-әлпетін базаға тоқылдап қояды. Оны көрген Корич жасағын жинап, ұшақтарын аспанға көтереді. Ал сол уақытта Джейк пен Грейс Аматикай халқына алдағы болатын сұмдық жайлы ескертіп, тезірек бұл жерден табан жалтыратуды сұрайды. Бірақ халық арасында түрлі наразылықтар болғандықтан, Джейктің сөзіне ешкім құлақ аспай, бұларды сатқын көріп тайпадан қуа бастайды. Ал мына жақта Корич модульді тауып келіп, аватарларды денесінен өшіріп тастайды. Кейіннен Корич бәрін базаға алып келіп, түс көріп жүрген Джейктің есін жиып, қай жаққа жақтасу керегі туралы дәрістерін оқиды. Грейс Пандорада әрбір ағаш бір-бірімен байланыс құра алатыны және
табиғаттағы тепе-теңдікті сақтай алатынымен қоса, жердегі бар байлықты бағалай алмайтынымыз жайлы Паркердің тауықтай миына бір нәрсе құюға тырысады. Алайда оның миы тарақандікінен де кішкентай болып шығып, Грейстің зерттеулерін сандыраққа шығарады. Бір кезде Quaritch Джейктің күнделігін оқып, оның Аматикай халқы көнбей жатқан туралы мәлімет берген видеосын қосып, түбі дөрекі күшпен халықты ығыстыру операциясын орындауға көшеді. Кейіннен Quaritch бастаған топ іштері пысқаннан әдейілеп ағаштарды құлатып, аборигендердің ашуына тиіп, олармен конфликтке келуге себеп тапқаны анықталады. Оның бәрін Грейс айтып отырғанда, Quaritch тік ұшақтарын дайындап, ағашты құлату операциясын орындамақшы болады. Оны естіп алған Джейк пен Грейс Паркермен жолығып, оны әрең дегенде көндіріп, Аматикай халқын хабардар етуге аттанады. Паркер бұларға не бары бір-ақ сағат береді. Сөйтіп Джейк бәріне ескертіп, аспан халқы осы жерге келе жатқаны жайлы мәліметтер айтады. Онымен қоса адамдар бұны зерттеу мақсатымен жібергенін мойындай бергенде, Нейтири оған ренжіп, арада біраз түсінбеушіліктер туындап, алтын уақыттарын жоғалтып алады. Әскер келгенде Аматикай садақтарын оқтап, мынадай техникаға қарсы төтеп бере алатындай сенімдерін жоғалтпайды. Quaritch оларды қорқыту мақсатында бірінші көз жылатқыш газбен ата бастайды. Оған бой бермеген халық тіс шығғыштарын техниканың әйнектеріне тықылдатып, оңайлықпен беріле қоймайды. Оған ашуланған Quaritch жарылғыш ракеталарын дайындап, ағаштың діңгегіне қарай бірнеше ракеталарын жаудырып, біраз Навиді қырып, төбінде дәу ағашты құлатып тынады. Осы кезде Труди, мен мұндай айуандыққа жазылған жоқпын деп, саптан шығып кері тартып ұшып кетеді. Мод пышағын алып кейіпкерлерге жақындайды. Ойбай, өлтіріп қоймаса болды деп отырғанымызда, ол жәрдем сұрау ретінде екеуін байлаудан босатады. Әркім шамасы келгенше аман қалуға тырысады. Ал өлгендердің ішінде тайпа басшысы Эйтукан да бар. Оны Нейтири көріп, біраз аңырауға басып жоқтауға салады. Bir кезде Паркер сағатына қарап, Грейс пен Джейкті өз денелеріне қайтарады да, олардың қатарына Спелманды қосып, сатқындық жасағаны үшін үшеуін оқшаулап камераға қамап қояды. Бұларды босатып алар біреу бар ма екен деп отырғанымызда, Труди мен Макс келіп, күзетшіні залалсыздандырып, үшеуін босатып алады. Артынша Труди өз тікұшағын көтеріп, үшеуін қастарына алып, базадан қашпақшы болады. Оны Quaritch байқап, автоматтан оқ жаудырады. Оның бірі барып, Грейсті жарақаттайды. Жол жөнекей тікұшақ пен модульді көтеріп, басқа жаққа апарып, Quaritchтің өткір көзінен тығып қояды. Көп ұзамай Джейк өз аватарына еніп, күл талқан болған алып ағаштың арасынан оянады. Ол тайпадан қуылғандықтан енді Аматикайға қай бетімен барарын білмей, іштей біраз қынжылады. Сөйтіп тұрғанда өзінің икрамы ұшып келіп, оған бір ой тастайды. Тайпаны таңғалдырып, олардың сеніміне қайта ену үшін енді не істеу керек деген сұраққа кейіпкер ешкім бағындыра алмаған Торукты жүгендеу деп жауап береді. Джейк, Торук үнемі биікте ұшатын болғандықтан, өзі ешқашан жоғарыға қарамайды деген тұжырымға келіп, одан да биігірек шарықтап күтпеген жерден сол құстың үстіне отыра қалып, Торук Мактодан бері ешкім қоймаған рекордты осылайша Джейк жаңартып алады. Аматикай қасиетті Эйвамен байланысқа шығып, одан жәрдем сұрап отырғанда, Джейк өзінің Бугаттиін мініп келіп, халықты аң-таң қылып, Торук Макто енді менмін деп қарап атын аңызға айналдырып алады. Жауынгер Цутей бұл жолы оған жылы көзімен қарап, Джейкті тайпаға қайта қабылдауға қарсы болмайды. Джейк оққа ұшқан Грейстің ауыр халде екенін айтады. Сондықтан бүкіл халық сымдарын Эйваның тамырларына жалғап, Грейстің жанын соның аватарына ауыстыруды көздейді. Алайда Грейстің жарақаты ауыр болғандықтан екі денеде тірі қалмайды. Бір кезде Джейк рухтандыру сөздерін қолданып, бүкіл Аматикайды жігерлендіріп, басқа пандоралық тайпалармен бас қосу арқылы аспан халқынан кек алуға шақырады. Сол кезде Джейк Аматикайдан бөлек жазықтық, жағалау және басқа да 15 кланнан құралған навилерді біріктіріп, бір күнде 2000-ға жуық әскер жинап алады. Ол жайында Quaritch хабардар болып, арты дірілдеп, Нави 20 000-ға жетпей тұрғанда тез-тез олардың көзін жою керек дейтін тапсырмасын ұсынып, жарылғыш заттарын кемелеріне жүктей бастайды. Ал Джейк қарулы күштерінің адамдардың техникасына қарсы әлсіз екенін біліп, әлгі айтылып өткен электромагниттік толқындар өтетін аймақта құрылғылар дұрыс жұмыс істемейтінін еске түсіреді де, адамдарды сол жерде жынды қылу стратегиясын құрады. Артынша Джейк Эйвамен байланысқа шығып, Грейстің жадында сақталған ақпараттарға үңілуін сұрайды. Бір кездері адамдар да жерде табиғат берген байлықты дұрыс пайдаланбай, тепе-теңдікті бұзып қойған етін. Соны енді Пандорада қайталамасын деп, соңында Джейк Эйва тарапынан өздеріне бір әскер санын көбейтетін күш тілейді. Ал енді екі жақ шайқасқа дайын. Таяқ жерге тасталсын, соғыс сцена басталсын деп, ең бірінші роботтар отрядының десанттары орман ішін аралауға кіріседі. Әуе жасақтары Аллилуйяның төңіректерін күзетумен болады. Сонымен қатар Эйваны бомбалайтын жарылғыш заттары бар шаттл өз ісін орындауға дайындала бастайды. Бір кезде Нави жасақтары жерден де, көктен де шыға келіп, адамдарға шабуыл ұйымдастырады. Құрылғыларда ақау табылғандықтан, әрбір атылған ракета тисе терекке, тимесе бұтаққа деп, әйтеуір көзделген нысанасын таппай айдалаға шумен болады. Бірақ оның кейбіреулері жердегі жаяу әскерлерге тиіп, Навилардан біраз шығындар байқалады. Сондықтан олар кері шегінуге мәжбүр болады. Quaritch Джейкті байқап, оның қыр соңынан қалмай, түрлі ұңғылардан түрлі оқ жаудырып, көздерінің қылы екенін дәлелдеп қояды. Оның үстінен бұлардың көзін алдау үшін көмекке Труди келіп, Quaritchтің кемесіне қарсы оқ атады. Ашуланған Quaritch турелді айналмалы гатлингтен біраз оқ атып, Трудидің тікұшағын істен шығарады. Осы кезде Нави жағы қырыла бастайды. Нейтири жаяу әскерден оқ тосып төмен қарай құлайды. Цутейді атып тастайды.
Спелманның иығына оқ тиіп, өз денесімен модульдан оянады. Труди қашатын жер таба алмай, Quaritch'дің ракетасына жарылады. Мына жақта орманда қалған Neytiri'дің айналасын робо жаяу әскерлер қоршай бастайды. Ал енді не істер екен деп отырғанымызда, Джейктің Эйвадан сұраған тілегі орындалып, бүкіл Пандораның фаунасы адамдарға қарсы шығып, планетадағы тепе-теңдікті сақтауға әрекет жасайды. Керек десең, жыртқыш Танатор өзінің ет қоректі екенін уақытша ұмытып, Neytiri'ді үстіне мінгізіп алып, жауға қарсы шығуға бірге аттанады. Бомбалау тобы шаттлдағы жарылғыш заттарын зарядтап, көздеген жеріне түсірмекші болады. Джейк дәл уақытын тауып, шаттлдың қозғалтқышын істен шығарады. Сонда шаттл қисалаң етіп төмен түседі де, үлкен отқа боялып жарылады. Ендігі кезек бәрін басқарып отырған Quaritch'тің тікұшағын құлату. Бірақ Quaritch'тің шайқауынан Джейк ракетаға жабысып, соңғы сәтте оны қолына түсіріп, пропеллерге лақтырып тікұшақты істен шығарады. Өзі үйренген құлау әдісін пайдаланып жерге түседі. Ой, бұл айтпақшы жер емес қой. Төмен түседі. Ал Quaritch өртенген тікұшақтың ішінен аман қалу әрекетін орындап, Экза қаңқасына отырып қарсыласын іздей бастайды. Содан құлаған кеме Quaritch'дің фонында әдемі жарылады. Ал мына жақта Neytiri Танаторына отырып, орман ішімен шауып келе жатады. Quaritch Джейк жатқан модульді тауып, оны жоймақшы болады. Бір кезде Neytiri оған кедергі жасап, Quaritch'ді қарусыздандырады. Quaritch пышағын шығарып алып, Танаторды өлтіріп бола бергенде, арттан Джейк кеп қалып, арада тартысты жекпе-жек басталып кетеді. Түбінде Джейк роботтың әйнегін тесіп, герметизациясын бұзады. Quaritch оттегі маскасын киіп, жеңімпаз болудың оңай жолын тауып, модульдің терезесін шағу арқылы Джейктің денесін тұншықтырмақшы болады. Сонда Джейктің аватары әлсіреп ырбия бастайды. Ал Джейктің жеткен жері осы екен деп отырғанымызда, Neytiri босанып шығып, садағын оқтап, шіреніп тұрып екі оқтан жібереді. Олар Quaritch'тің кеудесінен табылып, өз ісін орындайды. Neytiri есінен танып жатқан Джейкті тауып, оны аман алып қалады. Кейіннен Джейк пен Neytiri өліп бітпеген Цутейді тауып келіп, оның соңғы дәстүрлі талаптарын орындай бастайды. Цутей Джейкті тайпаның басшысы етіп тағайындайды. Және Торук Мактоның қанжарынан өлгісі келетінін айтып дегеніне жетеді. Барлығын тындырған соң Нави бүкіл адамдарды шаттлға жүктеп жерге аттандырып жібереді. Тек кейбір түсінігі мол оқымыстылар ғана Пандорада қалатын болып шешті. Артынша Джейк бейне күнделігінің соңғы беттеріне өзінің ақырғы сөздерін жазып аяқтайды. Енді ол Аматикай халқының басшысы болғандықтан, Джейк Эйваның көмегімен денесін мәңгілікке өзінің аватарына көшіріп алады.